Енді көбіңіздің сұрақтарыңыз сол не үшін ажырастың, неге ажырастың деген әңгіме ғой қазір Инстаграмда. Басында 3 ай бойы жақсы қарым-қатынаста болдық. 3 айдан кейін енді мен жаңа айтып жатырмын ғой, Инстаграмда кішкене блогер бола бастадым деп. Тұрмыс құрғаннан кейін мен оқырман саны бірден өсе бастады. 85 мың ба сондайға дейін барды ғой. Ол кезде бірақ Ақтауда ол көп еді да, көп болып көрінетін ондай подписчик. Инстаграмда енді жаңа блогер деген нәрсе пайда болып жатырған кез ғой. Содан не керек, Инстаграмда азын-аулақ ақша табатынмын. Бірақ ол ақшамның барлығын мен жаңа өзім жүкті болғандықтан болашақ балама, болашақ сәбиіме қажеттіліктеріне деп бөлек өзім жинап жүрген болатынмын. Бірақ сол 3 айдан кейін енді шыны керек, күйеуім сұрақ ұштай бастады. Қайта жаңадай ақша сұрай береді деген сияқты. Бірақ мен сол кездің өзінде күйеуімнен бір тиын алмайтынмын. Кейбіреулер бар ғой, енді қазір жоқ емес, бірден тұрмыс құра сала жаңа карточкасына жабысатын. Мен мүлдем тіпті күйеуімнің карточкасын ештеңесін сұрамайтынмын. 0. Керісінше ол менен алатын да. Сосын жайлап айта бастадым. Мынауыңды қой. Бұлай болмайды, қайта ақша сұрақ ұштай берме. Біз болашақ нәрестемізге жаңа ертең қажеттіліктер, енді кішкентай баланың қажеттіліктері өте көп, білесіздер. Ол бала ай сайын өскесін, оған киім-кешектер қажет деген сияқты. Енді балаға көп ақша кетеді, бір сөзбен айтқан кезде. Соған жинайық, ертең бізге қажет болады деген сияқты әңгімені айттым. Енді күйеуім түсінгенде иә деп қойды. Бірақ артынша бұл жалғаса берді да, ақша сұрақ ұштай берді. Сонымен бір күні шыны керек, түстің кезінде қатты ашулы болдым да, бермеймін дедім. 5000 теңге аударып жіберші деді. Жоқ, аудармаймын дедім да. Сол жерде екеуміз сөзге келіп қалдық. Ол бірден жұмысынан сұранып келді да, айқай шығара бастады үйдің ішінде. Үйде енді ешкім түсінбей қалды, себебі білмейді ғой, бұл WhatsAppпен болған айқай ғой. Күйеуім бірден кіріп келді да, маған бас салады. Мен енді жүктімін ғой, ішімде балам бар деген сияқты, айлары бар ол кезде ішімде. Бірден жаңағыдай айқайға басып, менің мойнымнан қылғындыра бастайды. Қылғындырған кезде шыны керек, мен де ашуға мініп кеттім. Білесіздер, жүкті әйел андай депрессияға тез андай шалдығады ғой, тез ашулы болып кетеді ғой, ондай кезде өз-өзін ұстай алмай қалады да. Мен бақырып айқайлай бастадым сол жерде. Ол тұрады да, телефонымды алып жерге шағып жібереді ғой. Ал ол телефон менің әкешімнің алып берген сыйлық еді. Онда кредитке алған ғой, кредитін әлі төлеп отырды сол кезде. Ішімнің күйгені ана жерде телефонға емес, мен әкешім әлі күнге дейін сол кредитін төлеп отырғанда болды ғой. Сонымен жыным келді да, телефонымды жерден алдым да, ешқандай киімді ештеңемді жинамадым да, үйге қарай қайтып кеттім. Жоқ, мен кетем дедім. Ол да ұстаған жоқ, солай мен ол жұмысқа кетіп қалды, мен үйіме қайттым деген сияқты. Енді 2 ай бойы үйімде болдым. Ол кезде әлі босанған жоқпын, жүктімін. Үйде болған кезімде, бірақ білмеймін, бір өзім андай сезімге берілгішпіз ғой, ондай кезде нәзік болып кетеміз ғой жүкті кезде. Осы баламды әкесіз қалдырмайыншы, құрсыншы деп, экс-күйеуім енді кешірім сұрап келді, кешіріп қайтып бардым енді үйіме. 2 ай бірақ өзімнің үйімде болдым да, содан кейін күйеуіммен бірге қайтқан болатынмын. Бірақ достар, мынадай әңгіме бар ғой. Құмыра дейді, жерге сынып қалғаннан кейін оны қанша жерден құрастырсаң да, баяғы бірінші күйіндегідей болмайды дейді. Адамның арасында қарым-қатынас та дәл солай екен. Мен 2-ші рет қайтып барғаныма шыны керек қазір өкінем. Себебі бәрібірде ара қатынасымыз баяғыдай, жаңадай арамызда сыйластық еш нәрсе болған жоқ. Екеуміз бірге тұруға міндетті адамдар сияқты өмір сүріп кеттік та. Мен жүкті болғандықтан баламды жетімсіретпен құрсын, тірі жетім қылмай қояйын деп мен қайтып барған болатынмын. Ал күйеуім маған көңіл бөлмей бастады. Жұмыстан келеді де, телефонына үңіліп отырады. Маған мүлдем қарамайды, әңгіме айтпаймыз. Екеуміздің арамызда бір андай ер мен әйелінің арасында болатын әңгімелер болады ғой, онда еш нәрсе жоқ еді. Бір-бірімізден алыстап кеткеніміз соншалық, бір-біріміздің бетімізге қарамайтынбыз. Сөйтіп енді менің босанатын сәтім жақындады, күнім келіп қалды деген сияқты. Білесіздер, 17-ші желтоқсан күні 16-сынан 17-сіне қараған түні босанған болатын қызымды. Әйтеуір аман есен босанып, ауруханадан шықтық.
ауруханадан шыққаннан кейін енді шығатын кезде енді бізде міндетті қандай шармен гүлмен күшті қылып күтіп алуды. Бірақ мен білдім енді XQ ма ондай нәрсе енді өйтіп қатты дайындайтын қаражаты болмағасын, мен өзім бәрін ұйымдастырдым. Ел жұрт күлмесінші деп. Сонда да сол күйеуімнің жаңағы дәрежесін ойлап тұрмын. Басқалардың алдын ертең жұрт күлмесінші, соған айтпасыншы. Нағасқа жаңа бір гүл ұстап келмепті ғой деген әңгіме болмасыншы деп барлығын өзім ұйымдастырған болатын. Ол кезде сіңілім жаңа Ақерке ғой, Ақеркеде жүгіріп жүр. Ақерке шарларды алып неше түрлі жаңа аниматор, анау-мынаулардың бәрін жалдап астына алып келді. Бірақ енді елдің бәріне күйеуім жасағандай алып көрсетіп жатырмыз ғой, сол жақсы атақта болсыншы деп. Сөйтіп ауруханадан шықтық, үйге келдік деген сияқты. Басында енді баламен келгесін тәтті кезеңдер болады, баламен кішкене алданасың деген сияқты. Бірақ сол 2 аптадан кейін, босанғаннан кейін 2 аптадан кейін шықтым ғой енді ауруханадан. 2 аптадан кейін бірден жағдайым нашарлай бастады. Өзім түсінбей қалдым. 2 күн бойы температурам 40-қа дейін кетіп қалды. Түспейді температура, соңында уже басым дірілдей бастады. Үстім қалшылдап кеткен, судорога беріп жатыр да. Содан бірден жедел жәрдем шақырдық. Сөйтсек жаңағы енді мына аудионды мүмкін ер кісілер де тыңдап жатырған шығар. Анығын айтпай қояйын, бірақ әйел адамдар болса түсінетін шығар. Жаңа дәрігерлердің дұрыс босандырмағанның кесірінен денсаулығыма кішкене зиян келіп қалған. Сол жаңағы денсаулығымдағы кінәрат 40 градус температураға дейін апарған ғой менің денемді. Мини операция жасауға жет екен. Сөйтіп ауруханаға келдік. Мини операцияны жасайтын болдық. Бірақ баламды алдыртқан жоқ Айлараны. Айлараның өзі 2 апта емізулі бала ғой енді. Ал ол баланы қабылдаған жоқ аурухана. Себебі менің өзімнің жағдайым жаңағыдай жаман болғандықтан, оның үстіне температура 40 болғандықтан баланы емізуге болмайды деп үйге тастады. Сол кезден бастап менің қызым қосымша сүт ішеді. Сөйтіп ауруханада жатырмыз, мини операцияны жасады. Оның кезінде де енді жаңағыдай талып құлап, кішкене көп қан жоғалтып алғаным тағы бар. Сөйтіп палатаға шығарды, палатаның ішінде жатыр едім. Жаңа күйеуім келіп тұр. Қолында не су жоқ, не дымы жоқ. Енді жақсы құрсын, әйтеуір келіп тұр ғой деп, қалайсың деп бір қал жағдайын білетін шығар десем. Дос баламның бүгін той еді, 10 000 теңге берші, тойға барайын деп едім дейді. Дәл осы сөзі әлі күнге дейін бір жүрегіме қадалған оқ сияқты. Себебі қараңыз, мен енді ғана босандым. Адам әйел босанған кезде босап қалады ғой, бір өзін депрессияға шалдығады деген сияқты, стресс болады әйелде да. Сондай кезде жылы сөздер күтесің ғой, жылы қарым қатынас күтесің. Алмаған келіп тойға барайын деп едім, 10 000 теңге берші дейді. Мүлдім сөйлеген жоқпын, ештеңе демедім да, қолына ақшасын ұстаттым да, кері қайтып кеттім, палатама кіріп кеттім үндемей. Бірақ сол түнім жылаумен өтті. Неге андай соншалықты бір ешкімге керек емес адаммын ба дедім. Менің бір қалайсың, жағдайың қалай деп бір су алып келетіндей жағдай болмады ма дедім. Өте ауыр дейді, шыны керек. Мына жерден де ештеңе айта алмаймын мен, достар. Себебі сол кездегі әсерім, сол кездегі менің жағдайым, сол кездегі менің сезінген эмоциям барлығы әлі күнге дейін көз алдымда. Ішімде тұр да, ол нәрсені мен жібере алмаймын. Білмеймін неге екен. Қатты бір кектеніп қалдым деп айтайын. Соған не керек, ауруханадан шығатын кезде де күтіп алған жоқ. Өзім таксиімді шақырып үйіме бардым. Үйге қайттым, енді бірден қызыма жолықтым. Енді қызым емізуледі ғой, бірақ қосымша сүтпен жатыр да. Мен ауруханада 1 апта болдым. 7 күн бойы мен қызым қосымша сүтпен қоректенді. Одан кейін тіпті бір сөзбен айтқанда шығып кетті ғой, ембейтін болды. Сөйтіп қосымша сүтке үйреніп кеттім. Жақсы құрсыншы дедім да, барлық жағдайды ішімде сақтап, ештеңе деген жоқпын, күйеумен ұрысқанда жоқпын, сөзге де келген жоқпын, үндемей сол үйде тек жүре бердім. Сол үйде өзімді бір банкомат карточкасы сияқты сезінемін да, себебі тамақты да кейде енді түсінемін ғой менде, бірақ ондай басынушылықты мен шыны керек бірінші рет көрдім. Тамақты да өзім алдым, көмір суын да